Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жұмыс орны жүйесіне қош келдіңіз. Алдыңғы бейнематериалда біз өтінімді басқа қызметкерге қалай өкілеттік беру арқылы тапсыруға болатынын қарастырдық. Бұл бейнеде берілген өкілетті өтінімді қалай қайтара алатынымызды көрсетеміз. Басшы өтінімді ашып, мұқият қарап шығады. Кейін орындаушыны таңдап, өтінімге өкілеттілік беру, бейнероликта көрсетілгендей, өкілеттілік ету, батырмасын басып өтінімді әрі қарай өңдеуге жібереді. Орындаушы осы өтінімді ашып, толығымен толтырып аяқтап, келесі қадам батырмасын басып, құжат қалыптастырып, басшыға қол қою үшін өтінімді оралтып жібереді. Өңдеу барысында басшы өтінімде қате анықтаса, оны бастапқы орындаушыға өкілеттілік етілген өтінімді тағы да қайтара алады. Ол үшін өтінім бетіндінің үстіңгі жағында қайта өкілеттілік ету батырмасын басып, ашылған терезеде қатеге түсініктеме жазып, орындаушыны таңдап, әрекетті растайды. Орындаушы өңдеуде қойындысында өтінімге қайта кіреді, басшының түсініктемесін қарап шығады, қажетті түзетулер енгізеді және келесі қадам батырмасын басқанда, жүйе жаңартылған деректерге сәйкес жаңа құжатты автоматты түрде қалыптастырады. Одан кейін өтінімді аяқтау батырмасын басу арқылы өтінім басшыға қайтарылып, ол құжатты тексеріп, қол қояды және өңдеуді аяқтайды. Сонымен қайта өкілеттілік ету функциясы пысықтауды қажет ететін өтінімдерді тиімді қайта бағыттауға мүмкіндік береді.